بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бірге Құран оқып үйренейік сабағымыздың 8-ші дәрісін бастаймыз. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Құран иманды көтерудің ұлы құралы. Құран Алланың берік тұтқасы, әрі ашық нұры. Ол тұтқадан ұстағанды Алла өзі сақтап, ол нұрға ергендерді Алла өзі құтқарады. Жаратушы Алла Тағала Құранды бір кітап етіп, бір уақытта түсірмеген. Адамдардың дінде тұрақты болып, имандарын көтеріп отыру үшін белгілі уақыттар арасында бөлім-бөлім етіп түсірген. Ол Алла өз кітабында, және кәпір болғандар, неге оған Құран бір бүтін жинақ болып түсірілмеді десті. Біз Құранмен жүрегіңді бекем ету үшін осылай бөлек-бөлек етіп түсірдік. Және саған оны анық етіп оқыдық. Олар саған бір мысал келтірсе, біз саған ол мысалға жауап ретінде ақиқатты және көркем түсінікті келтірдік деген. Құран не себептен иманды көтерудің басты құралы деп саналады? Өйткені Құран жүрекке иманды орнатып, Алламен болатын байланыс арқылы нәпсін тазалайды. Әнфал сүресінің 2-ші аятында нағыз мүміндер Алла еске алынса, жүректері жазасынан қорқып, діріл қағатын, оларға Алланың аяттары оқылса, имандары артып, Раббыларына тәуекел қылатын жандар делінген. Өйткені Құран жүрекке байсадылық пен саламаттылықты орнатады. Сондықтан оны жамандықтар мен бүліктердің құйынды желдері теңселте қоймайды. Және адам жүрегі Алланы еске алумен тыныштық табады. Өйткені Құран мұсылманға айналасында болып жатқан оқиғалардың шынайы суретін көруге және оларды дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Әрі Құран оған болып жатқан істерге дұрыс үкім шығара білу таразысын ұсынады. Сондықтан оның үкімі оқиғалар мен адамдардың өзгеруіне қарай өзгерместен тұрақты болады. Өмірлерін Құранмен байланыстырып, оны оқуға, жаттауға, мағыналарына ой жіберіп, тәпсірін түсінуге ден қойып жүрген жандардың Алла алдында имандары кемелдене беретіні айқын нәрсе. Құран ұсынған қағидаларды өмірлік мұратымызға айналдыру, рухымызды күшейтіп, иманымызды көтеретіні ақиқат. Сол арқылы тура жолдан таймай, моральдық, материалдық игіліктерге қол жеткізетінімізге күмән жоқ. Ендеше рухани тазалыққа қол жеткізіп, адамгершіліктің биік сатысына көтеретін Құран кәрім кітабынан көз жазып қалмайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Ал енді жаңа сабағымызға көшпестен бұрын өткен сабақты бір қайталап алайық. Өткен сабағымыз бөлек әріптер болатын, е? Біз бұл әріптердің Құран сүрелерінің кейбірінің басында келетіндігін айттық, және әріптердің кейбірінің үстінде келген қызыл ерек сызықтың сол қызыл ерек сызыққа байланысты әріптің 6-ға дейін созылып оқылатындығын ескеріп өткен болатынбыз. Алмас, бірінші жолдан бастап оқимыз. Алиф лам мим. Дұрыс. Келесі сөз. Алиф лам мим сод. Дұрыс. Келесісін. Алиф лам ра. Дұрыс. Алиф пен ра созылмайды, тек Лам созылады. лам ғана созылады. Келесін оқимыз. Алиф лам мим ра. Дұрыс. Айдос, келесі жолдың басынан. كاف يا عين صاد. Айдос, осы сөз қайттан оқимыз. Құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге қайталап, қадағалап отырыңыздар. Айдос, жаңағы сөз қайтадан оқимыз. كاف يا عين صاد.
келесі сөз. Таха. Бұл екі әріпте созылмайды, иә? Келесі. Тасин мим. Дұрыс. Тасин. Дұрыс. Келесі. Ясин. Дұрыс. Тимур, келесі сөзге көшеміз. Sad. Hamim. Келесі. Hamim. Ain sin qaf. Дұрыс. Qaf. Nun. Өткен сабақты меңгергендердің көрініп тұр. Осылай өткен сабақты қайталап алған болсақ, онда бүгінгі жаңа сабаққа көшейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахман. Құрметті көрермендер, шәкірттер, бүгінгі сабағымыз харакат деп аталады. Бұл сабақтың алдындағы басқа сабақтардан ерекшелігі, бұл сабақтарда біз әріптің есімін, әріптің атын емес, әріптің дыбысын ғана атайтын боламыз. Харакат дегеніміз мына үш белгі. Әріптің үстінде тұратын көлденең сызық, әріптің астында тұратын көлденең сызық, әріптің үстінде тұратын үтір секілді сызық. Осы үш белгіні араб тілінде харакат деп атайды. Бұл харакаттардың орны әріптің үсті және әріптің асты. Жоғарыда айтып өткендей, біз осы харакаттар қосылған кезде өтетін сабағымыз ол әріптің тек дыбысталуын ғана айтатын боламыз. Әріптің тек қана дыбысталуын ғана айтатын боламыз. Алдыңғы сабақтарда біз осыған дейін әріптің аталуын айтып келген болсақ, алиф әріпін алиф дедік, бә әріпін бә дедік, жим дедік, қаф дедік, сад дедік, сол секілді әріптердің атын атадық қой. Енді біз харакаттардың қосылуына байланысты әріптердің дыбысын ғана атаймыз. Және, құрметті көрермендер, сабақтарымыздың барысында бірінші сабағымыздан бері ескеріп келе жатқан үш түрлі нәрсе бар екенін айтып жатырмыз. Біріншісі ол әріптерді бір-біріне шатастырмас үшін әріптердің таңбасы, сосын әріптердің жуан жіңішкелігі және әріптердің шығу орындары. Шығу орындары демекші, әріптің қай жерден шығатындығына байланысты сол жерден шығара білу және әріптің жуан және жіңішке екенін ескере отырып өту. Енді алдарыңда тұрған әріптер бірінші сабақта өткен Құран әліпбиі. Құран әліпбиінде келген әріптер. Осы әріптердің асты үстіне жаңағы жоғарыда айтып өткен харакаттардың асты үстінде жалған тұрған байқап тұрмыз. Біз әріптерді танимыз, тек қана қазір харакаттарды ғана таныстырып өтетін болсақ, онда әріптерге сол харакаттарды оп-оңай қосып оқып кете алатын боламыз. Бірінші харакат ол әріпке қосылған кезде ә деген дыбыс береді. Әріпке қосылған кезде ә деген дыбыс береді. Екінші харакат әріпке қосылған кезде ол и деген дыбыс береді. Әріпке и деген дыбыс қосылады. Үшінші харакат ол әріпке қосылғанда у деген дыбыс береді. Әріптің өзінің аты аталады, сосын у деген дыбысты қосып айтатын боламыз. Сонда бар болғаны осы үшеу-ақ. Ә, и, у ғана, иә? Енді басынан бастап біз әріптерге осы харакаттарды қосып оқитын болсақ, мына көрініп тұрған әріпіміз бұл бірінші алиф деген әріп болады, не? Алиф әріпіміздің беретін дыбысы қандай еді, Алмас? А болатын, не? Алиф әріпімізді а дейтін болсақ, оған жаңағы үстіндегі харакат қосылған кезде ол өзі а деген дыбыста қалады. А астына қосылып тұрған иге айналады, и дейміз. Алифтің үстінде жаңағы түріміз тұрғандықтан оны у деп айтамыз, е? А, и, у. А, и, у. Мына әріпіміз қандай еді? Ха әріпіміз еді, е? Ха әріпі қандай дыбыс беретін еді, Айдос? Х дыбысын беретін еді, е? Енді х дыбысымызға үстіндегі харакатты қосамыз. Ха деген дыбыс. Ха деген сөз шығады, бізде. Астында тұрса, и дедік. Иді қосамыз, ей болады. Үстінде ху деген дыбыс қосылады. Ху деген дыбыс берді бізге. Қалай болды? Сонда Айдос оқимыз.
Ха, хи, ху. Дұрыс. Мына әрпіміз қандай еді, Тимур? Айн. Айн әрпі. Айн әрпінің беретін дыбысы? Ра деген дыбыс еді, не? Ра деген дыбыс. Үстінде харакат қосылды. А болады. Астында харакат қосылды. Ай. Ай болады. Үстінде тұр харакат қосылды. Оу. Ру болады. Сонда А, Ай, Ру. Біз тағы да ескеріп өтетін нәрсе осы жерде. Әріп жуан болатын болса, оған қосылған харакат та жуан болып шығады. Әріп жіңішке болатын болса, оған қосылған харакат та жіңішке айтылатын болады. Байқағандай, Хә әрпіміз біз жіңішке. Оған қосылған харакатымен Хә, Хи, Ху. Жіңішке ғана еркін шығады, е? Ал Айн әрпіміз жуан әріптерге жататын болғандықтан, оған қосылған харакатымыз А, Ай, Ру. Өзі жуан болғандықтан, оның харакаты да Жуан болады. сол ретпен жуан болып шығады, е? Одан ары қарай келесі әрпіміз Алмас Ха әрпі болатын, е? Ха әрпіне дыбысталуы Х болатын. Оған үстінде харакат қосылды. Ха, астында Хи, Ху. Кән бірге қайталаймыз. Ха, Хи, Ху. Бұл жерде Ха әрпінің шығу орнын жақсылап ескеруіміз керек. Шығу орны ол тамақтан қысылған күйде шығады дедік. Және күшпен шығады дедік, екпінмен шығады дедік. Қайтадан Ха, Хи, Ху. Келесі әрпіміз Айдос ғайн әрпі болатын. Ғайн әрпіне харакаттарды қосамыз. Ға, ғи, ғу. Ғайн әрпінің жуандығына байланысты харакаты да жуан шығып тұр. Ға, ғи, ғу. Алмас, басынан бастап оқып өтеміз. А, И, У. Дұрыс. Хә, Хи, Ху. Дұрыс. А, Ай, Хи, Ру. Ру. Дұрыс. Келесі. Хә, Хи, Ху. Ху. Жоқ. Қайтадан оқы. Хә, Хи, Ху. Дұрыс. Енді тұсталды. Келесі әріп. Ға, Ғи, Ғу. Ға, ғи, ғу. Дұрыс. Айдос, басынан бастап. А, И, У. Дұрыс. Хә, Хи, Ху. Жақсы. А, Ай, Ру. Дұрыс. Хә, Хи, Ху. Дұрыс. Ға, Ғи, Ғу. Дұрыс. Тимур, сен оқып көр, басынан бастап. А, И, У. Жақсы. Хә, Хи, Ху. А, Ай, Ау. Дұрыс. Хә, Хи, Ху. Дұрыс. Ға, Ғи, Ғу. Дұрыс. Енді ары қарай өздерің әріптерді танисыңдар. Мен айтпаймын, өздерің қосып, өздерің жаттығу жасайтын боласыңдар. Кәні, Алмас, қандай әріп еді? Х әрпі. Х әрпі болатын. Харакат қосамыз, қалай болады? Ха болады. Ха, дұрыс. Мынау? Хи, Хи, Ху. ху, дұрыс. Келесі? Қос әрпі. Қаф әрпі, е? Қ деген дыбысты береді. Харакат қосқанда Қаф әрпіміз жіңішке ме еді, жуан бе еді? жуан. Жуан болып. Жуан әріпке харакат қосылып тұр. Онда жуан шығарамыз, е? Қа, Қи, қи, Қу. қу, дұрыс. Келесі әріп қандай еді? Кәф әрпі. Кәф әрпі болатын, дұрыс. Кә, Ки, Ку. Дұрыс. Қане, Айдос, келесі әріп? Қандай әріп еді? Шин әрпі. Шин әрпі. Харакат. Шә, Дұрыс. Шин. Шин емес. Біз әріптің атын ғана атаймыз дедік. Харакатты ғана қосамыз. Қалай болды? Ши. Ши, дұрыс. Шу. Шу, дұрыс. Келесі қандай әріп еді мұ? Келесі я әрпі. Я әрпі болатын. Я. Яға фатқа қосылған кезде? Я болады. Я болады, дұрыс. И болады. И деп созбаймыз қатты. И болады. Өзің беретін дыбысы и болатын, я? Қатты созылмайды, тек и. И. Я, Я. и. Ю. Келесі? Ю, дұрыс. Ю.
Келесі әріп, мына әріп қандай еді? До әрпі. До әрпі. Жуан әріп. Жуан. Қосылған қаракатты да жуан шығу керек. Жуан шығады. До. До, дұрыс. Ди. Ды. Жуандатамыз тағы да. Ды. 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 Ди болса, онда біздің до әрпіміз жіңішке болып қалады. Ди болмайды. Ды. Жуан. Ды. Ды болып айтылу керек. Ды. Ды. Дұрыс. Ду. 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 Қалай болды? До. До. Ды. Ды. Ду. Ду. Құрметті көрермендер, сіздер де бізбен қалыспай жіті қадағалап отырыңыздар. Әр жіңішке әріптің кезінде харакаты жіңішке болып шығады. Әр жуан әріппен қатар харакаты да жуан болып шығатынын ескеріп отырайық. Келесі әріпті ары қарай оқимыз. Айдос, қандай әріп? Ләм әрпі. Ләм әрпі болады. Дыбысы? Жіңішке әріп дұрыс айтасың. Дыбысы л болады. Харакат қосамыз. Лә. Ли. Ли. Лу. Лу. Дұрыс. Өзі жіңішке болғандықтан харакаты да жіңішке шығып тұр, иә? Қалай болды? Айтылаймыз. Лә. Ли. Ли. Лу. Лу. Дұрыс. Тимур ары қарай оқимыз. Қандай әріп еді мынау? Нун әрпі. Нун әрпі болады. Н дыбысын береді. Н дыбысын беріп тұр. Нә. Нә. Ни. Ни. Ну. Ну, дұрыс. Келесі әрпіміз қандай еді? Ра. Ра болады. Ра әрпінің беретін дыбысы р болатын, иә? Р дыбысы. Оған Ра. харакатты қосамыз. Ра. Ра. Ри. 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 Ру. Ру. Дұрыс. Қайтадан. Ра. Ра. Ри. Ри. Ру. Ру. Дұрыс. Келесі әрпіміз қандай әріп еді? Келесі әрпіміз то. То әрпі болатын. Жуан әрпі. Жуан, дұрыс. Яғни харакаты да Харакат қосқан кезде де жуан болады. жуан болып шығады. Қалай еді? Қалай болады? То. То. Ты. Ты. Ту. Ту. Дұрыс. То. Ты. Ту. Келесі әрпіміз қандай? Дәл. Дәл әрпі. Д. Д. Жіңішке ді. Жіңішке болады, иә? Дә. Ди. Дә. Ди. Ду. Ду. Дұрыс. Алмас, келесісін. Та. Тұра, асықпа. Қандай әріп еді? Та әрпі. Та әрпі болады. Та, жіңішке. Та емес, та. Та әрпіміздің беретін дыбысы? Т дыбысы. Т дыбысын береді, бірақ жіңішке, иә? Оған ә дыбысын беретін харакатты қосамыз. Қалай болады? Та болады. Та болады, дұрыс. Та, ти. Ти. Ту. Ту. Қайтадан? Та, ти, ту. Өте дұрыс. Келесі әріп? Сод әрпі. Сод әрпі. Жуан. Жуан әріптерге жатады. Дыбысы? Дыбысы? Со болатын, иә? Со. Оған харакатты қосамыз. Со. Со. Дұрыс. Со. Сы. 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 Жуандат тағы да. Сы. 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 Ауызды ашамыз. Сы. Сы. Дұрыс. Су. Су. Қалай басынан? Со. Со. Сы. Сы. Су. Су. Дұрыс. Өздерің байқап тұрғандай, бізге мәтінде жуан әріптермен жіңішке әріптер араласып кеп тұр. Әліпбидегі келген реті бойынша кеп тұрған жоқ. Әліпбидегі реті араласып, жуан әріптер біресе жіңішке әріптер болып араласып кеп тұр. Біз қай жерде жуан екен, қай жер жіңішке екен, өзіміз айыруымыз керек. Са, сы, су әріпінен кейін келген әріп қандай? Син әрпі. Син әрпі. Дұрыс. Син әрпі жуан әріптерге жата ма, жіңішкеге жата ма? Жіңішке әрпі. Жіңішкеге жатады, иә? Онда Оның беретін дыбысы с болатын. С. Орташа с дыбысы болатын. харакат қойғанда сә болады. Сә. Дұрыс. Си. Си. Су. Су. Дұрыс. Айдос, ары қарай оқимыз. Келесі әрпіміз қандай? За әрпі. За әрпі. Жуан ба, жіңішке ме? Жіңішке әріптер қатарына Жіңішке жатады. жатады, иә? Беретін дыбысы з. Беретін дыбысы з. Зә. За. Зи. Зи. Зу. Зу. Оңай, иә? Қайтадан оқимыз басынан. Зә. Зи. Зу. За, зи, зу. Енді осы з дыбысына ұқсас, келесі дыбысты қойып тұр қасына.
келесі әріпті қойып тұр. Қалай Зо әріп? әрпі. Ол Зо әріпі. Жуан зы еді, не Жуан бізде? зы. Аха. Харакат қойғанда зо, Зо. зо, Тағы да жуандатамыз. зо, Зо. зо, Дұрыс. зы, Зы. зу, Зу. Қайтадан. зо, Зо. зы, Зы. зу. Зу. Көп адамдар осы әріптерді үйренген кезде әріптердің шығу орындарынан қателеседі. Сол үшін бұл жерде сад әріпімен қатар син әріпін бекер беріп тұрған жоқ. Сол сияқты за әріпімен бірге зо әріпін бекер беріп тұрған жоқ. Әріптердің шығу орындарында қателіктер көп болатынына байланысты осы жерде екеуінің арасында айырмашылығын айырып алу үшін бірге қатар беріп тұр. Тимур оқып өтеміз кәні. Заны. Зо, Зо. зы, Зы. зу. Зу. За әріпінің шығу орны за әріпіне қарағанда жуан. Жуан. Не басқа жақтан шығады, иә? Алмас. Осы жерін бір оқып өтеміз. Зо, Зо. зы, Зы. зу. Зу. Дұрыс. Айдос, сен оқып жатыр едің ғой, иә? Зәл әрпі. Зәл әрпі. Жіңішке әріптер қатарына жатады. Беретін Дұрыс. дыбысы з, Жіңішке з. жіңішке з. Көрдің ғой, өзің байқап тұрғандай, за, зо және зәл әріптерін бірге бір жерде топтастырып беріп тұр, араларындағы айырмашылықтарын осы жерден айырып алу үшін. Харакат қосқанда Харакат қосамыз. зә, Зә, зи, зи, зу. зу. Тілдің ұшымен ғана жіңішке Жіңішке шығады. Қайтадан. зә, Зә, зи, зи, зу. зу. Дұрыс. Сә әрпі. Жіңішке әріптер бұл да. Аха. Жіңішке әріп қатарына жатады. Дұрыс. Сә, си, су. Сә, си, су. Мінекей, құрметті көрермендер, өздеріңіз де байқап отырғандай, берілген мәтіннің ішінде Құран әліпбиінің барлық әріптері толық келіп тұрған жоқ. Келмеген әліпби әріптері болатын болса, оларға осы харакаттарды мына әріптерге қосылған сипаттағыдай қосып ары қарай оңай оқып кетуге болады. Біз жаңа сабақты өтіп болған болсақ, түсінікті болатын болса, алдарыңдағы кітапты ашыңдар. 8-ші дәрісті ашамыз. Басынан бастап кезекпен оқимыз. Алмас, бастаймыз. А, и. Алиф әріпіміз бізде жіңішке еді ғой. Жіңішке. Сол үшін оған қосылған харакаты да жіңішке болады. Қалай? Ә болады, дұрыс, иә. А, и, у. Жақсы. А, и, у. Дұрыс. А, и, у. Дұрыс. Ха, хи, ху. Жақсы. Ро, ри, ру. Дұрыс. Хо, хи, ху. Хо, о демейміз, жуан а деп айтамыз. Хо. Хо себебі Хо. әліпбиде біз о деген әріп өткен жоқпыз. Сол үшін бізде о дыбысын беретін әріп жоқ. Харакат а дыбысын береді, хаға қосқан кезде ол жуан аға айналады. Хо. Хо. Хо, хи, Хи. ху. Ху. Дұрыс. Хо, хи, ху. Дұрыс. Ка, ки, ку. Жақсы. Дж, джи, джу. Дұрыс. Ша, чи, шу. Жақсы. Я, и, ю. Дұрыс. До, ды, ду. Дұрыс. Ля, ли, лю. Дұрыс. Келесі. Нә, ни, ну. Жақсы. Ра, ри, ру. Келесі. Та, ты, ту. Дұрыс. Тимур. Келесі жолдан бастап. Дә, ди, ду. Дәл әрпі ғой, иә? Иә. Дәл әрпі жіңішке әріп болғаннан кейін тағы да жіңішкертеміз. Дә, Қайтадан. ди, Дұрыс. ду. Байқадың ба алдындағы өзің оқыған сипатпен мынаның
қазіргі оқығанның арасында айырмашылық бар ма? Жіңішке болатын, иә? Қайтадан тағы бір қайтала. Да, Дә, ди, ди, ду. ду. Өте жіңішке шығады, иә? Дұрыс, келесі. Да, ди, ду. Жақсы. Та, си, ту. Жақсы. За, ти, ту. Дұрыс. За, зи, зу. Дұрыс. Во, За, жуан, иә. ви, Зы, зу. зу. За, ви, зу. Дұрыс. Та, ти, ту. Рахмет, шәкірттер. Бүгінгі жаңа сабақты тез меңгеріп алдық. Енді осы әріптер, осы аталған қаракаттермен қай жерде болса да емін-еркін тани алатындай мүмкіндікке қол жеткіздік. Мінекей, құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге шәкірттермен қалыспай оқып отырған болсаңыздар, осы амалдарыңызбен Құранға тағы да бір табан жақындаған болып есептелесіздер. Келесі жаңа сабақтарда жолыққанша Алланың берекетімен сәлемінде болыңыздар. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق